Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге банофи пай дайындайтын боламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, майымызды өткізгіштен өткізіп, осылай араластырамыз. Қант ұнтағын қосамыз. Жұмыртқамызды қосып, нанымызды илеп аламыз. Дайын болған нанымызды холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Нанымызды осындай формаға салып шығамыз. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызда пісіре берсеңіздер болады. Ортасын вилкамен тесіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Бананымызды қиғаштап кесіп аламыз. Дәл осылай жан-жағы қызарып піскеннен кейін суытып алып, ортасына вареный сгущенкамызды құйып шығамыз. Бетіне толығымен бананымызды қойып шығамыз. Кремін дайындауға сливки, сахарный пудрамызды салып, миксерлейміз. Креміміз қоюлана бастағанда творожный сырымызды салып, миксерлейміз. Креміміз бір қалыпты формасын ұстағанша араластырамыз. Кондитерлік қапшыққа саламыз. Мен осындай насадканы пайдаланамын. Кез келген өздеріңізге ұнайтын насадканы пайдалансаңыздар болады. Дәл осылай бетін толығымен жауып шығамыз. Бетіне кокос ұнтағын себеміз. Пирогымыздың дәмі өте керемет, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.